Сәлем менің оқырмандарым және көрермендерім. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қосылмаған болсаңыздар, міндетті түрде қосылып қойыңыздар. Мен сіздермен керемет рецепттермен де бөлісемін және білмейтін кей оқырмандар, көрермендер білмей жатады, иә. Сол себептен мен сіздерге керемет бір жөтелді бір күннің ішінде қақырық түсіреді, жөтелді басады, енді иммунитеттерін көтереді баланың. Бұны мен сіздерге өзімнің көзім жеткесін айтып жатырмын. Мен қалай болсын қайдағы жоқтарды мен бүйтіп сала бермеймін бұл ютубқа. Менің көзім жетеді, мен бірінші тәжірибе жасап көремін, содан кейін барып мен өз ютубыма салатын боламын. Яғни мен бұны 4 жыл жасап келе жатырмын. Менің парақшамның аты Эко Мама, Супер Мама. Эко Мама, қыздар, менің 2 егізім бар, ұлым, қызым. Осыдан 2015 жылы, 2014 жылы мен Алматы қаласына эко жасатқан болатынмын. Егізді болдым, бірден Аллаға шүкір. Содан екі егізім өте босанғаннан кейін өте төмен иммунитетпен өмірге келді. Жөтеле берді, ангина кішкентайынан тек антибиотик, әйтеуір осы өскенге дейін. Қазір сол 4 жыл болды, Аллаға шүкір. Менің орыс подружкам бар, мамасы, яғни мамасының мамасы, әжесі осы методты қолданып келген екен. Менің подружкам осыны айтты, орыс бірақ өздері. Және де осыны жасадым, сіздерге мен де сосын жасап көрсетейін. Бір күнде, сіздер осыны тщательно, конкретно жасайтын болсаңыздар, үзбей осыны менің айтқанымдай дәл осылай жасайтын болсаңыздар, сіздердің балдарыңыз міндетті түрде дәрісіз жазылатын болады. Менің 2 егізіме көмектескесін, мен де сізге соған бөліскім келіп отыр. Яғни білесіздер, антибиотик ол ағзаға өте зиян екенін. Бұл бірден иммунитет көтереді, иммунитет көтерілгесін бала аурушаң бола бермейді. Екіншіден бұл бірден қақырықтарын түсіреді, жөтелді ақырында басады баланың. Ал кеттік, ендеше менімен бірге болыңыздар. Қосылмаған болсаңыздар, қосылып қойыңыздар, подписка жасап. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше біз бұл пиязды 1 пияз керек болады. Түгелдей жақсылап турап аламыз. Сүтімізді құямыз. 1 стакан сүт керек болады. Құйдық. Енді бұны газға қайнатып аламыз. Қайнады. 2 сағат тұруы керек. Суып 2 сағат осы кастрюльдің ішіне пияз бен сүт тұру керек, қыздар. Ұмытпаңыздар. Содан кейін барып сүзіп аласыздар. Сүзіп алдым. Егер мен бұл тәжірибені балаларыма жасамасам, мен сіздерге бұны айтпас едім. Осыны жасап көріңіздер. Енді балада бірден өкпесі ашылады, қақырығын түсіреді, бұрыннан түспей жүрген қақырықтары болса да барлығын шығарады. Сағат сайын беріп тұрасыздар. Үлкен қасық менде, столовая ложка дейді ғой, үлкен қасықпен 1 қасық балаға беріп тұрасыз. Өзіңіз де ішуге болады. Ұмытпаңыздар, өздеріңізге де пайдалануға болады. Енді 1 қасық үлкен қасықпен сағат сайын бересіз. 1 сағат сайын беріп тұрасыз. 1 сағаттың алдында бересіз, 1 сағат өтеді, тағы да бересіз. Сол сияқты балдарыңыз бір күнде жазылып шыға береді. Дәрінің тиісшеңнің қажеті жоқ. Сіздерге пайдасы тиісін, балаларыңыз ауырмасын, өздеріңіз де ауырмаңыз.